Бүгінгі дайындалатын бұл дұрыс тамақтану ірімшігі. Оның құрамына 5 литр сүт, 6 дана жұмыртқа және 500 грамдық қаймақ, 15%. 5 литр сүтімізді қайнатпаймыз, қатты ыстық қылып ысыту керек. Сүтіміз ысып жатқан кезінде біз жұмыртқаны дайындай берейік, араластырып, оған қосып қаймағымызды да бір келкетіп араластырамыз. 10 минут уақыт өткенде сүтіміз ысиды. Оған дайын болған қоспаны араластырамыз. Мінекей мен бәрін түбіне дейін араластырып салып жатырмын. Тағы да бір 10-15 минут уақыт өткенде баяу отта сүт іріп осындай түрде болады. Дайын болған қоспаны мынандай сетка арнайы және марланы 2 қабаттап үстінен жаямыз. Абайлаңыздар, өте ыстық, қолдарыңыз күйіп қалуы ықтимал. Дайын болған қоспаны мына марлының үстінен құйып, суды тұндырамыз. Әбден су тарқалғанша дайын болған ірімшікті осылай үстінен басып, қолдарыңызға перчатка киіп алыңыздар. Ыстық өтпейді. Домаландырып, оны бөлек тарелканың үстіне қойып, бір 10 минуттай күтеміз. Формасын ұстау керек. Дайын болған ірімшігімізді жайпақ тарелкаға төңкеріп, ірімшігіміз міне дайын болды. Бұны таңғы асқа, жүрек жалғауға жеулеріңізге болады. Ұнаса лайк, маған жазылуды ұмытпаңыздар. Жасап жеп көріңіздер.